Жас жігіт аспирантур. Университетте аға ғылыми қызметкердің жетекшілігімен жұмыс істейді. Ол өте ақылды адам. Оны бәрі құрметтейді. Және өте жақсы көретін еді. Аспиранттың ассистенті оған қызғанышпен қарайтын. Тәлімгері қашанда бір қадам алда болатын. Жұмыс күндерінің бір күні университеттің жанында темекі шегіп тұрғанда оған бейтаныс қария жақындап келіп: жігіт, тілеген тілекке жаныңды айырбастайсың ба? деп қарт күлді. Қарттың бет-әлпеті қорқынышты болып көрінді. Жігіт осы кезде: Қандай тілек? Өзіңді алдама, пер шал. Жігіт оның сөздеріне еш мән бермей, әзілмен: ең ақылды адам болсам деді. Қарт күлді. Жігіт мәз болып жүріп кетті. Қарт кісіге қатты дікеңдеп дауыс көтеріп сөйледі. Біраз уақыт өтті және жігіт өз бойындағы өзгерістерді байқай бастады. Көзі нашарлап, дене қызуы көтеріліп, төсек тартып жатып қалды. 3 күннен кейін ол жұмысқа мүлде бара алмай қалды. Аспирантур ассистенттің жоғынан оның жұмысы алдыға баспай қалды. Арада біраз уақыт, күндер өтіп, оның басы үлкен болғаны сонша, ол жай ғана көпшілік алдына шығуға ұялды. Және жер бетіндегі ең ақылды адам, тіпті басының үлкендігінен төсектен тұра алмай қалды. Достар, егер осындай видеороликтер ұнап жатса, каналымызға тіркеліп, лайк басып кетейік. Бұл маған үлкен қолдау.